Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ әрі пайдалы бауырдан жасалатын котлеттердің рецептімен бөліскім келеді. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: бауыр, картоп, пияз, сарымсақ, жұмыртқа, сүт, ұн және тұз қажет болады. Ең алдымен бауырымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз, немесе блендермен езіп алсаңыздар да болады. Сосын пияз, картоп, сарымсақты да ет тартқыштан өткізіп алдым. Сіздер үккіштен өткізсеңіздер де болады. Мінекей өткізіп алдық бәрін. Енді жақсылап араластырып, сүт, жұмыртқа, тұз салып, тағы да араластырамыз. Ең соңында ұнды салып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді осыны қызып тұрған табаға май құйып, бір қасықтан салып пісіріп шығамыз. Өте тез піседі. Бауырды біз отбасымызбен өте көп қолданамыз. Менің каналымнан бауырдан жасалатын торттың рецептін таба аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Асты қызарған соң котлеттерімізді аударамыз. Мінекей біздің котлеттеріміз пісіп дайын болды. Мінекей достар, біздің бауыр котлетіміз дайын болды. 600 грамм бауырдан өте көп котлеттер шықты. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Достар, менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.